Баршаңызға сәлем, менің тоқымашы YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің арнам ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгінгі видео сабақта дәл осындай түймедақ гүлдерін, ромашка гүлдерін тоқып үйренетін боламыз. Өте көлемді болып шығады, әдемі, әртүрлі нәрселерге пайдалансаңыздар болады. Енді бұл түймедақ гүлін мен 3,5 крючокпен тоқыдым өзім. Және сіздер 4 миллиметрлік немесе 3,5-4,5 крючокпен тоқи берсеңіздер болады. Жіптеріңізге қарайсыздар, кез келген жіппен тоқи бересіздер. Мен өзім жалпы Alize Lanagold классик жіпімен тоқыдым. 2 түрлі жіп мендегі, қалған жіптер осы жіптер болады. Үйдегі кез келген жіппен тоқи берсеңіздер болады. Ендеше дәл осы түймедақ гүлдерінің тоқылу жолын сіздерге видеода толық түсіндіретін боламын. Жақсылап соңына дейін көріңіздер. Сұқ саусағымыздың көмегімен жібімізді крючокқа орап алып, осы жерден 6 бос ілмек тереміз. 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6 бос ілмектерді, және ең бірінші бос ілмекке жай ғана біріктіреміз. Мына жібімізді ұстап тұрамыз да, осы жерден 4 бос ілмек көтереміз. 2, 3, 4. Мінекей жіпті ұстап тұрып, бірден мына кольцоның ішінен крючокқа жібімізді орап, кольцоның ішінен алып келіп, мінекей столбик с накидом тоқимыз. Осы жерде біреу, міне. Екінші столбик с накидом, яғни бағаналы ілмек. Бұл жерде мінекей 3 болды. Дәл осы кольцоның ішінен 24-ін тоқимыз. Мінекей 3 бағана тоқыдық. 4-ші столбик с накидом, 5-ші столбик накидпен, 6-шы столбик накидпен, 7-ші столбик с накидом, 8-ші столбик с накидом, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, және соңғысы 24-шісі, мінекей. Мінекей біз айналдырып 24 столбик с накидін тоқып алдық. Енді біріктіреміз. Бастапқы алғашқы мінекей мына петляға жай ғана біріктіру арқылы өтеміз. Осылай жіпті тартып аламыз да, келесі ілмектен өткізе қоямыз. Енді мына петлялар 24 петляға келесі ешқандай бос ілмек тоқымаймыз. Бірден келесі петлядан бастап столбик без накида тоқып кетеміз. Келесі петляға да 1 столбик без накида. Енді келесі петляға 1 столбик без накида. Әр біреуіне бір-бірден 24 столбикке 24 столбик без накид тоқимыз. Келесіне столбик без накид. Келесі петляға тоқимыз. Дәл осылай әрбір петляға дейін айналдырып тоқып шығамыз.
мінекей біздер енді осы біріктірілген петляға біріктіру арқылы өтеміз. Мінекей біздер енді ортасындағы сарысын тоқып болдық, осы жерден қиып тастаймыз. Мына сары жіпті қиып, енді келесі жібімізді бастаймыз. Осылай тартып алып, енді келесі жіп бізде ақ түсті жіп. Мына жіптерді былай бірден жасырып кетеміз барынша. Мінекей біріктірілген петлядан кейінгі петлядан бастап крючогымызбен жіпті алып шығамыз осы жерден. Мінекей енді дәл осы жерден артқы екі жіпті бірден ұстап тұрып барынша жасырып кетуге тырысамыз. Қазір 5 бос ілмек көтеретін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей 5 бос ілмек көтеріп алдық. Енді крючогымызға 2 рет, мінекей 1, 2 рет жібімізді орап, дәл осы тоқыған петлямыздан, дәл осы жерден крючокты кіргізіп, алғашқы оралған жіптен бірінші өткіземіз. Жақсылап қарап аламыз, жіптеріміз ілініп кетпесін. Екінші оралған жіптен өткіземіз, және соңғы 2 жіптен өткізетін боламыз. Осы жерден 3 бос ілмек көтереміз, 2 және 3. Енді мына крючокқа жібімізді міндетті түрде орап аламыз. Мына тесіктің ішінен барлығы қосқанда 8 столбик с накидін тоқып шығамыз. Мінекей мына бағанамен қосылады, 2 болды. Ары қарай 3-ші столбик с накидімді тоқимыз. 3, 4, 5, 6-шы столбик с накидім, 7-ші, 8-ші. 8 столбик с накидім болады сонда. 7 столбик с накидім болады, алғашқы 3 бос ілмекпен 8 болады. Мінекей тоқып болдық. Енді келесі петляға, ешқандай ортасына петля тастамаймыз. Келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Дәл осы жерден тағда 5 бос ілмек көтереміз. 2, 3, 4, 5. Тағда 2 рет жібімізді орап аламыз да, дәл осы петлядан тоқимыз. Дәл осы тесіктен алғашқы орап алған жібімізді өткіземіз. Одан кейін екінші жібімізді, 2 жіпті қатар өткіземіз. Мінекей 3 бос ілмек көтереміз. Жіпті крючокқа 1 рет ораймыз да, мына тесіктің ішіне барлығы 8 бағана тоқимыз. 2, мынаумен 2 болды. 3, 4-ші бағана, 5-ші, 6-ші столбик с накидім, 7-ші столбик с накидім, және соңғы 8-ші столбик с накидін тоқимыз осы жерге. Келесі петляға столбик без накида тоқып аламыз. Манағы 2 жіпті біз жасырып кетіп жатырмыз, байқасаңыздар. Енді қараңыздар, бізде осындай түймедақтың әдемі гүлшелері, нелерін пайда болып жатыр бізде, гүлдері. Енді тағы біреуін тоқып көрсетейін. Міндетті түрде 5 бос ілмек тоқимыз. Әрбір петляға тоқып жатырмыз біздер. Мысалы, мана біздер 24 петля болды ғой, енді дәл осының 24-ін тоқимыз қазір. Жібімізді 2 рет орап аламыз да, осы петлядан бірінші жіпті, екінші жіпті, соңғы 2 жіпті. 3 бос ілмек көтереміз. Және
сол тесіктің ішінен 8 бағана тоқимыз. 2, 3, 4, 5, жетіншісі, так, 7, сана жіберейік тағы да бір рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, соңғы біреуін тоқимыз. 8. 8 столбик с накидін тоқимыз. Енді келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Мінекей, біздер енді арғырата дәл осылай әрбір петляға тоқимыз. 24 осындай ақ гүлдері пайда болу керек. Дәл осындай қылып 24-ін тоқып шығамыз өзіміз. Мына жерге дейін тоқиық. Әрбір петляға тоқимыз. Ешқандай петля қалып кетпеу керек арасында. Осындай әдемі болып шығады. Мына соңғы петляға дейін тоқимыз. Мен соңына дейін қазір соңғысын тоқып көрсететін боламын. Өзім тоқып. Мінекей, мен 23 гүлдерін тоқыдым. Түймедақтың осындай ақ гүлдерін. Енді соңғы нені қойдым мен сіздермен бірге тоқу үшін. Мінекей, тағы да бір түсінікті болу мақсатында ең соңғы петляны қалай тоқу керектігін көрсетіп жіберем. Мына соңғы петля қалды міне бізде. Осы петлядан столбик без накида тоқып аламыз бірінші. Ары қарай 5 бос ілмек көтереміз. 5 бос ілмек көтеріп алдық. Жібімізді 2 рет крючокқа орап, дәл осы петлядан крючоктан жіпті алып, бірінші жіптен аламыз, екінші және үшінші. Осылай 3 рет тоқып аламыз да, 3 бос ілмек тағы да көтереміз. Енді жіпті крючокқа орап, мына тесіктің ішінен әдеттегідей 8 бағана тоқимыз. 2 болды. 3-ші столбик с накидом. 4-ші столбик с накидом. 5-ші столбик с накидом. 6-ші столбик с накидом тоқимыз. 7-ші столбик с накидом. 8-ші столбик с накидом. Мінекей, болдық. Енді біріктіреміз. Енді мінекей, мына көріп тұрған әрбір столбиктер бар ғой, бос ілмектер, содан біріктіру арқылы жоғарға дейін өтеміз. Ең бірінші ақ жіптен, ақ бос ілмектегі неден біріктіру арқылы келеміз. Ешқандай тоқыма болмайды. Мінекей, бірінші петлямен біріктірдік. Енді үстіңгі екінші петлямен біріктіреміз. Мінекей, көрініп тұрма сіздерге. Екінші петлямен біріктіреміз. Біріктіру арқылы жоғарға келеміз. Жіпті өткізіп аламыз да, келесі жіптен өткізе қоямыз. Одан кейінгі үстіңгісінен өткіземіз енді. Одан кейінгісінен біріктіреміз. Соңғы петляға дейін біріктіре береміз. Мінекей, енді соңғы үстіңгі петлямен біріктіріп аламыз. Мінекей, келдік біздер біріктіру арқылы. Енді біздер мына гүлдеріміз деген әр түрлі не болып тұр ғой, соларды теп-тегіс қылып қоямыз. Ол үшін 2 бос ілмек тоқып алдым. Және одан кейінгі тұрған гүлімізге, яғни жапырақша деймін мынаны, соның ортасында тесіктен осылай өткізіп аламыз да, столбик без накида тоқып аламыз бірінші, және 2 бос ілмек көтереміз. 2. Мінекей. Енді келесі неден де, тесіктен де дәл солай өткіземіз. Столбик без накида арқылы тоқылады. 2 бос ілмек көтеріледі. Келесінен де сол шатасып кетпейміз, арасына біреу қалып кетпесін. Осылай столбик без накида арқылы біріктіріп аламыз да, 2 бос ілмек тоқып отырамыз. Әр бір қатарда дәл солай
тоқып шығамыз мінекей. Сонда бізде жапырақшалары, гүлдері әдемі болып жинақталатын болады. Мінекей. Осылай болып тұрады қазір. Осылай өзіміз айналдырып, отырып тоқып шығайық. Әрбір тесігінен өткіземіз. Келесі тесіктен столбик без накидамен тоқып аламыз. 2 бос ілмек көтереміз. Келесінің тесігінен дәл солай столбик без накида арқылы тоқып аламыз. Және 2 бос ілмек көтереміз. Келесінен де солай. Осылайша өзіміз қайталап әрбір тесіктен өткізіп 2 бос ілмек арқылы тоқып шығып отырамыз. 2 бос ілмек. Келесі тесіктен де міндетті түрде столбик без накида 2 бос ілмек. Ары қарай өзіміз жалғастырып шығайық. Мына тесіктерден тоқимыз, шатасып кетпейміз. 2 бос ілмек көтеріп отырамыз арасына. Мінекей, қыздар, мен тоқып шықтым. Арты осындай болып көрініп тұратын болады. Артына қаратқанда осылай шығады мінекей. Мына артық жіптерді қиып тастаймыз. Осылай бастырып, жақсылап реттеп қоямыз өзімізге. Мына жерде болған жіптерімізді қиып тастаймыз. Осындай бізде түймедақ гүлдері пайда болды. Мына жіпті қазір артындағы петлялардың арасына салып білдірмей жіберсек болады. Бізде осындай түймедақ гүл пайда болды. Сіздер бұны қыздарыңызға резинка ретінде пайдалансаңыздар да болады. Яғни артына резинка тігіп берсеңіздер болады. Заколканы ыстық клеймен заколка жабыстырып берсеңіздер болады. Ободокқа жасасаңыздар болады. Кардиган тоқитын болсаңыздар, кардиганның кеудесіне әдемі қылып кез келген тоқыма бұйымның сәнін ашатын осындай гүлдер пайда болды бізде. Менімен бірге соңына дейін көріп, бірге үйреніп тоқығандарыңызға көп-көп рахметімді айтамын.